Баршаларыңызға сәлем. Қазіргі кездегі хит болып жатқан сникерс пирогтың рецебімен бүгін мен сіздермен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма подписация етіп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз қамырынан бастаймыз. Ол үшін біз бөлме температурасындағы жұмыртқаны, ерітілген сары майымызды, қантымызды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ал енді ұнымызға какао, қопсытқышты салып, барлығын араластырып аламыз. Мен алдын ала дайындадым. Содан соң қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай жұмсақ болып шығуы керек. Қанша мөлшерде қажет екенін мен сіздерге описание бөліміне жазып кетемін. Қамыр дайын болды. Дайын болған қамырды екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлік және кіші бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігін жаямыз оқтаумен, немесе қолмен жайып алсаңыздар болады. Мен оқтаумен тезірек жайып алдым. Содан соң формамызға саламыз. Менің формочкамның диаметрі 28 см. Сіздер одан кішірегін де ала берсеңіздер болады. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа сала тұрамыз. Оға дейін біз салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін мен осындай қою сгущенканы алдым, вареный. Сіздер де сондай қою түрін алыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыз жақсы шығады. Содан соң осы вареный сгущенкамыздың үстінен орехымызды саламыз. Барлығын біріктіріп араластырамыз. Дайын болған салмамызды қамырымызға саламыз. Содан соң барлығын біркелкі қылып тегістеп аламыз. Содан соң бортиктарымыздың үстін осылай қолмен түзеп аламыз. Сол кезде пирогымыздың шеттері әдемі болып шығады. Пирогымызды алдын ала қыздырылған микротолқын пешімізде 180 градуста 35 минутқа пісіріп аламыз. Пирог дайын болды. Енді дайын болған пирогымызды жақсылап суытып аламыз. Пирогымыз толығымен суығаннан кейін біз пирогтың үстіне глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколад, сары май және орех қажет болады. Сары май мен шоколадымызды водяной баняда ертіп аламыз жақсылап. Содан соң орехымызды ұсақтап аламыз да осылай глазурымызға қосып араластырамыз.
Ал енді дайын болған глазурімізді пирогымыздың үстіне салып, тегістеп әдемілейміз. Глазурімізді толығымен жағып біткеннен кейін пирогты формочкадан босатамыз және тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Сникерс пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Менімен бірге осы рецепт бойынша сникерс пирогын міндетті түрде жасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкеновна.